Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін мен сіздерге ерекше әдемі құрақ үлгісін тігіп көрсететін боламын. Бұл құрақтың үлгіде екі түрлі матадан тігеміз. Дәл осы екі түрлі матадан бұрышын төрт бұрышты қылып тігетін боламыз. Видеоны мұқият көріңіздер, содан кейін тігу жолын бастайсыздар. Ортада тұрған төрт бұрыштымыз бізде 3×3. Лентамыз ұзындығы ұзын қылып кесіп аласыздар. Тіккеннен кейін шетінен артығын кесіп отырасыздар. Ал енді тігу жолын бастаймыз. Құрақтардың арасына қойғанға өте ерекше әдемі құрақ үлгісі. Кез келген оюмен де, кез келген құраққа ерекше әдемі болып шыға келеді. Ал енді бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Лентамызды дәл осылай тігіп аламыз. Лентамызды кесіп алып тастаймыз артығын. Келесі лентаға бізде көк матамызды тігетін боламыз. Міне бізде дәл осындай құрақ үлгісі шықты. Келесі бізде көк матамыз тігетін боламыз. Көкке біз ақты тігеміз. Міне бізде дәл осындай үлгі шықты. Келесі кезек бізде ақ лентамыз тігетін боламыз. Жібімізді үзетіміз. Күрдегі құрақ үлгісі. Құрағымызды қойып қоямыз да келесі төрт бұрыш дайындап аламыз.
Келесі кезек бізде көк лентаны істейміз. Міне бізде ерекше әдемі құрамымыз шығып келе жатыр. Келесі кезек біз ақ лентамызды тігетін боламыз көкке. Міне бізде дәл осындай құрағүлгіміз шықты. Ерекше әдемі. Мына четті бізде ақ, келесі четті бізде көк. Міне бізде артқы тігісіміз түп түзу, әдемі тігіс. Ал құрағымыз дәл осындай әдемі үлгі шықты. Ерекше әдемі үлгі. Шетін жақсылап айналдырып кесіп аламыз.
Міне достар, бізде ерекше әдемі үлгі. Дәл осы жеті ақ, келесі жеті көк матамызбен өте әдемі, үйлесімді, әдемі құрақ үлгісі шықты. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Лайктарыңызды аямай лайықты қылып баса отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше